Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін шоколад қосылған бәліш дайындаймыз. Өте жұмсақ болады. Шым-шым сүтімізге тұзымызды, үй температурасындағы сарымайымызды салып, маған тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Қант саламыз, жұмыртқа саламыз, жақсылап араластырамыз. Дайындап көріңіздер, өте жұмсақ бәліш болады. Жақсылап араластырып, енді ашытқымызды саламыз. Тағы да араластырамыз жақсылап. Енді сүзгіден өткізілген ұнымызды бөліп саламыз. Бөліп саламыз. Жақсылап араластырамыз. Міне. Енді келесі тағы да саламыз. Бәрін бірден салып желмеңіздер. Қолмен араластырам енді. Жұмсақ қамыр шығу керек сіздерде. Июін қандыру керек сіздер. Өте жақсы июі қану керек. Көп елейміз. Сұйық майымызды құямыз. Қолға жабыса берсін, ештеңе етпейді. Сондай ұн болу керек. Қолға жабысып келетін, қолға жабыспау үшін сұйық майымызды қойып, тағы да ұнымызды елей береміз. Тағы да сұйық майымызды құйып, тағы да біраз елейміз. Мен духовкамды қосып қойдым. Духовканың жылы, қазір көтерілуге 1 сағатқа қойып қоям. Не кейіңіздер? Көтерілді. 2-ге бөліп, дөңгелек жазып аламыз. Міне кейіңіздер. Ішіне варенка салсаңыздар болады, шоколад салсаңыздар болады. Мен шоколад салдым мына жерде. 2 жақ шетін жақсылап қысыңыздар. Әйтпесе шоколадыңыз еріп шығып кетуі мүмкін. Духовкаңызды алдын ала қыздырып қойыңыз. Міне, өте жұмсақ бәліш шығады. Мінекейіңіз, кішкене көтерілдіге қойдым. Жұмыртқаның сарысымен үстіне 1 қасық сүт қосып, үстіне бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған духовкамызға саламыз. Мінекейіңіз, жақтым. Маған тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Міне кейіңіздер. Бәліштеріміз дайын. Міне, мен сіздерге көрсетейін үшін. Ішінде шоколад, ыстық, жұп-жұмсақ. Міне, дайындап көріңіздер. Өте жұмсақ болды, балаларға ұнады. Келесі кездескенше достар, менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер.